Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұру туралы ақиқат. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп, мақалдың мағынасын біз ойлағаннан да терең болса керек. Соңғы уақытқа дейін төсектен тұрып кетуді кейінге ысыра берсеңіз, онда былай ойлап көріңіз. Төсектен тұрғыңыз келмеуі өмірге сүрге қарсылық көрсеткеніңіз. Оятқыштың қайталауын басқан сайын бүгінгінің басталуына наразылық танытқаныңыз. Арман еткен өміріңізді жасауға қарсы болғаныңыз. Егер әр күніңізді қарсылықтан бастасаңыз, айналаңызда қандай кертартпалық барын анықтап зерделеңізші. Оятқышты дыбысына «О жоқ, тұратын уақыт болыпты ғой, ояну керек, бірақ тұрғым келмейді, тұрмай-ақ қояйыншы» десеңіз, мұныңыз шындығында өз өмірімнен өзім өмір сүргім келмейді, толыққанды ғұмыр кешуді қаламаймын деген білдіретіні сөзсіз. Күйзеліске ұшыраған адамның көбі таңғы мезгіл ең ауыр уақыт екенін мойындайды. Үреймен оянады. Неге десеңіз, кейде жек көретін жұмысы үшін, кейде ынтымағы жоқ қарым-қатынасы үшін. Кейбір адам айтарлықтай себебі болмаса да өзін таңертең жайсыз сезінеді. Мұның бәрі күйзелістің кесірі. Күйзеліс адамның психикасы мен санасына қатты әсер ететіні белгілемес пе? Ал таңғы уақыттағы көңіл күй күннің қалай өтетініне әсер етеді. Жүре келе бұл тұйық шеңберге айналады. Уайым қайғымен оянған адам күні бойы сол уайымның әсерінен арыла алмай жүреді. Ұйықтар кезде алаңдаумен күйзеліспен жатар болса, мелатонин үздіксіз жалғасып, үсті-үстіне қайталана береді. Мұндай кезде адам тұйық ой мен қуаттан, құлшыныс пен ішкі күштен айырылады. Ал мұның барлығы күн сайын нақты бір мақсатқа арнайы берілетін жан байлығы. Оянуға қарсылық таныту, күн сайын ғаламшарға тұрмасам екен, өзім қалаған өмірді жасамасам екен, төсекте жата бергім келеді, ештеңені сезінгім келмейді деген белгі береді. Егер таңертең қуанышпен оянсаңыз, бүгінгі мақсатыңыз айқын болса, онда міндетті түрде арман еткен өміріңіз сүргісі келетін жолы болғыш жандардың қатарына қосыласыз. Ең бастысы, осы әрекетіңіз сізді бақытты ете түседі. Таңғы ояну тәртібіңізді өзгертумен бүкіл өміріңізді өзгертесіз. Менің сөзіме сеніңіз деп мәжбүрлемеймін, бірақ ерте тұрып өмірде көптеген жетістікке жеткен Тони Роббинс, Билл Гейтс, Гарвард Шульц, Томас Джефферсон, Бенджамин Франклин, Альберт Эйнштейн, Аристотель сынды және көптеген басқа жандарға сеніңіз деймін. Бәрінің атын айтатынына мүмкін емес. Ешкім ешқашан бізге таңертең өмірге құлшыныспен тұру керек деп үйретпеген. Шын ниетпен оянған адам өмірін күрт өзгерте алады. Егер сіз күн сайын жұмысқа кешікпесем, сабақтан қалмасам, сізге мұқтаж туыстарыңыз бен жақындарыңызға көмектесуге кешікпесем болды деп, соңғы минутқа дейін төсекте жата беретін болсаңыз, ал үйге келген соң ұйықтар уақыт таяғанша тек теледидар алдында отырсаңыз, мен де солай етуші едім. Онда сізге сұрағым бар. Өзіңіз қалаған, арман еткен, лайықты денсаулық, махаббат, бақыт, байлық, жетістік, еркіндік деңгейіне жететін адамды өз бойыңыздан қалай тәрбиелемексіз? Өмірді ойламау үшін жаттанды қимылдарды ойсыз қайталай бермей, шын мәнінде қалауыңызды өмірден қашан сүресіз? Егер сіздің фәни дүниеде өзіңіз арман еткендей болуы мүмкін десем, сенер ме едіңіз? Өміріңізді өзгерту үшін бүгіннен артық күн тумас. Өміріңізді өзіңіздің ескі қалпыңыздан бас тартып, арманыңыздағы бейнеңізге айналуын бастаңыз.